Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін мен сіздермен бірге нағыз ұбт-да келген топ 35 сұрақты талқылайтын боламын. Ал енді көп сөз бастайық, сіздер тамашалаңыздар. Ең алдымен міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар, сонда алдағы уақытта болатын көптеген талдау тапсырмаларын өзбек қарап, ұбт-ға жақсы дайындықты бастай аласыздар. Сонымен қатар ұбт-ға байланысты өте көптеген сұрақтар, өте көптеген лайфхактар, сонымен қатар талдау тапсырмалары, сонымен қатар тесттер болады. Міндетті түрде арнаға тіркеліп қойыңыздар, ал мен бастайын. Міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, достар. So, my friend. Oh, that's okay. So let's start. Are you ready? Okay. That's firstly, бірінші сұрақ. Meaning of Fortnite. Fortnite сөзінің мағынасы. Жалпы Fortnite сөзі бізде 14 күн деген мағынаны білдіреді. 14 күн бізде 2 апта. 14 күн, яғни бір аптада 7 күн болса, 14 күн бізде 2 апта. 2 аптада 14 күн бар. Мен сіздерге айтып тұр, 14 күн сөзінің мағынасын тауып беріңіз деп. Мұқият қараңыз. Варианттарды талқылаймыз. A вариант. 2 years. 2 years вариантында, мысалы, 2 деген бізде 2, years деген жыл. 2 жыл. 2 апта, 2 жыл мүлдем сәйкес келмейді, демек, A варианты мүлдем келмейді. Оны мүлдем таңдамаймыз. B варианты. 2 weeks. 2 апта. 2 weeks апта. 2 апта, 14 күн, Fortnite 2 апта, B вариантында 2 апта сәйкес келіп тұр. Жауаптары тұспа-тұс сәйкес келіп тұр. Давайте қалған варианттарды талқылайық. Мүмкін прям сәйкес келетін варианттарда бар шығар. C варианты. 2 hours. 2 hours. Жалпы 2 hours мағынасы ол бізде 2 сағат деген мағынаны білдіреді. 2 сағат, 2 апта мүлдем бір-біріне сәйкес келмейді. Ал енді қалған варианттарға қарайық. D варианты 2 months. 2 months ол бізде 2 ай деген мағынаны білдіреді, мүлдем сәйкес келмейді. Демек, бізде жауабы B варианты болады. 2 апта, 14 күн, 2 апта, Fortnite, 2 апта бір-біріне сәйкес келеді. Жауабы B варианты. Қарап алыңыздар ғой, өшірейін. Келесі сұраққа көшейік. Бізде уақыт тым аз, сұрақ көп, талдау тапсырмалар көп. Келесі сұрақ word formation of ambition. Ambition сөзіне қандай суффикс жағылған кезде біз жаңа сөз тудырамыз. Жаңа сын есім пайда болады. Сол суффиксті таңдау керек. Видеоны тоқтатып, міндетті түрде ойланып, өздеріңіз нұсқаларыңызды айта беріңіздер. Мен жауаптарына бірден көшейін. Жалпы екінші сұрақта, бұл сұрақта бізде жауабы B жауабы болады. Неліктен? A нұсқасына қарайтын болсақ, all суффиксі ambition деп мүлдем жалғанбайды, сәйкес келмейді. Бұл суффиксті естеріңізде болсын. Тек қана жазып қойын, қандай сөздерге қолданылады. Бұл суффикс бізде тек қана useful, unusual. Осы екі сөзге ғана жалғанады, қалған сөздерге мүлдем жалғана алмайды. Тіпті жалғанғанның өзінде мағынасы дұрыс келмейді. Ал енді B варианты бізде намного сәйкес келіп тұр, намного, мысалы, ambition деген сөз болса, оны ambitious деп сөйтіп өзгертуге болады да, жаңа сөз тудыруға болады, жаңа сын есім тудыруға болады. B варианты примерно сәйкес келіп тұр. Ал енді C вариантына қарайық. C вариантында бізде ол ly. Ly бізде үстеу болып кетеді. Ол үстеу болғандықтан, сізде мысалы сұрақта маған үстеуге айналдырып бер, осы ambition сөзін үстеу етіп бер деп сұрап тұрса, осы ly вариантын таңдайтын едіңіз. Сізде үстеу сұрап тұрған жоқ, сын есім сұрап тұр. Демек, бұл нұсқада болмайды. Ал енді D вариантына қарайтын болсақ, able суффиксі. Able суффиксі бізде ambitiable деп мүлдем болмайды, мүлдем сәйкес келмейді. Сондықтан D вариантында таңдай алмаймыз. Түптеп келгендегі нақты дұрыс шешімді жауап бізде ол
B нұсқасы always, яғни always, ambitious. Қарап алыңыздар ғой, иә? Өшіре берейін, келесі сұраққа көшейік. A definite article that is used жалпы үшінші сұрақта сіздерге the артиклі қай сөйлемде қолданылады? Үшінші сұрақ бізде definite article that is used қай жағдайда бізде the article қолданылады, яғни мына жерде сөйлемдер беріліп тұр, сол сөйлемдердің қайсысында the article-ын қоя аламыз? Соны сұрап тұр. Жалпы сөйлемдерді жеке талқылайтын болсақ, A вариантындағы сөйлемді оқиық. I would like to have glass of water. Жалпы glass of water, жалпы water деген сөздің өзі бізде су, иә. Су бізде саналмайтын зат. Біз бір су, екі су, үш су деп санай алмаймыз. Демек, бізде саналмайтын зат болғандықтан мүлдем ешқандай жағдайда қандай артикл болмасын, ол A болсын, N болсын, D болсын, біз ол артиклді қоймаймыз. Өйткені саналмайтын зат есімдердің алдында тек қана some, much, many, a lot of сондай сөздер ғана қойылады. Ал енді артиклдар мүлдем қойылмайды. Бірақ сіздерде жай ғана water деп тұрған жоқ, glass of water деп тұр. Мысалы біз суды бір жағдайда ғана санай аламыз, ол қашан? Ол когда біз мысалы glass of water деп тұр, иә? Glass of water, мысалы бір стакан су, екі стакан су, немесе бір баклаж су, сол сияқты кезде біз су санай аламыз. Солай ағылшындарда айтады glass of water деп. Сондай жағдай келсе де сіз the артиклін қоймайсыз. Ондай жағдайда сіз A немесе N артиклін қоясыз. Мысалы, сізде мына жерде дауыссыз әріптен болғандықтан, К деген бізде дауыссыз әріп болғандықтан, артиклін қоямыз. Сонда I would like to have a glass of water деген сөйлем пайда болады. Демек, the артикл болмайды, демек A нұсқасы болмайды. B нұсқасына назар аударайық. He lives in South America. Жалпы бұл сөйлемнің структурасында мүлдем ешқандай артикл қойылмайды. Тіпті the артикл мемлекеттердің алдында қойылатын болса да, именно сіз қай елде өмір сүресіз, немесе қай елде тұрсыз, сол кезде сіз ешқандай артикл қолданбайсыз, ешқандай елдің алдында, ешқандай жердің алдында, тіпті ол бір-ақ зат болса. Есемді тіркесек, the артикл ол бізде әлемде, өмірде бір-ақ затқа ғана қойылып, бір-ақ зат бар болса, соның алдына ғана қойылады, немесе қандай бір құрама штаттар, бір республика сондай бар, мысалы, Қазақстан Республикасының осындай қаласында тұрған дейтін болсаңыз, The Republic of Kazakhstan деген сөйтіп айта аласыз да, сондай жағдайда ғана the артиклін қолданасыз. А былай өмір сүріп жатқан жеріңізді айтатын болсаңыз, the артиклін қолданбайсыз, ол жерге ешқандай артикл қоюға болмайды. Сонда жай ғана сөйлем He lives in South America деген сөйлем пайда болады. Ал енді C нұсқасына назар аударайық. He last worked in USA. Бұл жерде the артикл қолданылады. Неліктен? Өйткені USA бізде құрама штаттар. Қазір сіздерге USA деген бізде құрама штат болғаннан кейін айтып тұрғандай әлемде бір-ақ нәрсе бір құрама штат немесе UK болса, онда оның алдына the артиклін қоямыз. Ол USA-да жұмыс жасаған. He was working in the USA. Мынандай нұсқаларда келуі мүмкін, мысалы, иә. The Republic of Kazakhstan. Қазақстан Республикасынан деп айтуға болады, иә, сондай республикалар болатын кезде біз the артиклін қолданамыз, немесе the UK. Осылай жазсаңыздар дұрыс болады. Енді D нұсқасына да назар аудара салайық. They gave me good advice. Advice ол бізде кеңес. Advice сөзі кеңес болғандықтан, ол
дейсің болады, советта. Ол бізде кеңес саналмайды, маған бір кеңес бер, екі кеңес бер, үш кеңес бер деп санай алмаймыз. Демек, саналмайтын зат есімдердің алдына айтқанымдай ешқандай артикль қойылмайды, демек бұл жерде бұл нұсқа да бізде қате болады. Ең дұрыс жауабы ол С варианты. Түсінікті деген ойдамын. Келесі сұраққа көшсек. Келесі сұрақ. The correct order of adjectives. Ағылшындықтарда жалпы қандай бір затты сипаттап жатқан кезде өзіндік реттілік сақталады. Өзіндік реттілік сақталмаса, сіз сөйлем құрылысы қате. Жалпы это очень большая ошибка, когда сіз өзіңіз бір затты, мысалы, телефонды, осылай бір телефонды сипаттап жатқан кезде, сол сипаттайтын, мысалы, оның түрі, түсі, размерін, материалын сипаттайтын кезде реттіліктерден қате жіберсеңіз, сіздің сөйлеміңіздің структурасы полностью қате болады. Сондықтан сіз сипаттаудың өзіндік осыскамп деген ереже бар, осындай бір тақырып, реттілігі бар. Сол жерде жаттаған болсаңыздар, бұл сұрақ сіздерге оңай болады. Сіздерге ең алдымен ережені көрсетіп қояйын. How to take adjectives in order, яғни реттілігі бойынша қалай сипаттайды. Осыскамп деуінің себебі неге? Өйткені мына жерге қарасаңыздар, бірінші әрпі О, С, А, С, К, О, М. Осыскамп. Яғни біріншісінде біз зат opinion, ол ойыңыз, өзіңіздің ойыңыз, иә, ол да туралы бірінші өзіңіздің ойыңызды айтасыз, opinion. Екіншісі size, ол бізде large, small, little, tall, оның size размерін айтасыздар, кішкентай, үлкен, бәу, грубый, сол сияқты. Үшіншісі бізде age, жасы. Если қандай бір жануар деп айтатын болсаңыз, оның жасы болса, мысалы 13 жаста, 12 жаста, 5 жаста, жастарын айтатын кезде осы age. Немесе young, young деген бізде ол жас деген сөз, old деген бізде кәрі деген сөз. Сонда young, old болса, осы үшінші болып қойылады age. Төртіншісі бізде shape ол бізде не? Shape ол мысалы біз треугольник болады, немесе домалақ болады, немесе төртбұрыш болады да, сондай бір формасын айтады ол. Бесіншісі бізде color деген бізде түс, brown, сондай қандай түс болады? Сондай мысалы қызыл, жасыл, ақ, сары дегендей әртүрлі түстер келеді ғой, сол түстер қоясыздар. Одан кейін origin ол бізде қай жақтан, мысалы British, American, Kazakhstan әртүрлі бола береді. Жетіншісі бізде материал ол бізде ағаштан жасалған, мысалы wood деген ол бізде ағаштан жасалған. Мысалы пластиковый болса пластик деп айтамыз. Сол осы реттілік бойынша сіз қою керексіз. Мысалы енді сұраққа назар аударайық. Сіздерде red, small, plastic, red деген бізде түсі, small деген бізде размері, пластик деген материалы. Енді мына жерден қараңыздар. Red бізде ол түс. Түс бізде бесінші түр екен. Оның алдында бізде не бар? Size бар. Size small, ол екінші түр екен. Одан кейін материал бар, жетінші түр. Демек реттілік бойынша ең алдымен size, small, red, plastic box болады. Мына бізде дұрыс жауабы D. Small, red, plastic box. Түсінікті деген ойдамын. Жалпы тақырыптың өзін жеке түсіндіріп кеттім. Бұл тақырыптың шатасатын адамдар өте көп. Келесі сұраққа жауап берейік. Correct reported speech. Reported speech. Төлеусіз. Қазақ тілінде естіген болсаңыздар, төлеусіз бұл автордың сөзі, төлеусіз сол автордың сөзін жеткізу. Сөйлемді оқайық. Don't drink plenty of water. He said to me. Көп су ішпе деп ол маған айтты. Енді оны reported speech төлеусізге айналдырған кезде сөйлемнің түріне қарай сөйлем интеррогатив болғандықтан ол жерде сөйлем инфинитив арқылы өтеді. Инфинитив to инфинитиві арқылы reported speechке айналады.
сөйлеу сөзге айналады. Осы to инфинитивін қолдану арқылы. Демек, бізде to деген инфинитив бар жер дұрыс болады. Сұрақтың жауабы бізде C болады. He told me not to drink plenty of water. Неліктен? Өйткені қараңыздар, мен айттым, иә, егер сөз сол сөйлемде, мысалы, reported speechте interrogative болса, онда біз to инфинитивмен алып шығамыз. Мына жаққа reported speechте to инфинитивін қолдану арқылы алып шығамыз. Сонда he told me егер сіздер не болса, болымсыз сөйлем болса, not қосасыз алдына, he told me not to drink plenty of water. Түсінікті деген ойдан бесінші сұрақтың жауабы C. Келесі сұраққа көшейік. Possessive pronoun. Өте оңай, өте жеңіл сұрақтардың бірі. Ол бізде тәуелдік есім. Тәуелдік есім your, mine, their, own, тәуелдікті менікі, сенікі, оныкі, олардікі дегенде белгілі болып тұр деген ойдан ол бізде D жауабы mine. Неліктен зат болмайды, зат болмауының себебі ол бізде затты көрсетеді, which деген ол бізде мүлдем бөлек нәрсе, it деген pronoun subject. Демек бізде есімдік, тәуелдік есімдік mine болады. Дұрыс жауабы D. Келесі сұраққа көшейік. Дауысым дұрыс естіп тұрмын. Сөйлеп жатырмын, сөйлеп жатырмын, түсіндіріп жатырмын. Жетінші сұрақ. Quantifiers, there are students participating in the project. Жалпы бізде quantifiers деген ол қандай бір мысалы не болады ғой? Қалай айтсам есептік есімдік. Есептік есімдік. Яғни оның есебін білдіретін есімдіктер болады да, қаншалықты екенін білдіретін, much, or, money, сол сияқты да, many, some, солар есептік есімдікке жатады. Енді мына жерге қай есептік есімдікті қою керек сондықтан. There are students participating in the project. Students бізде саналатын есімдік. Көп деген мағынаны білдіріп тұр. Бізде дұрыс жауабы C болады. Неліктен? Өйткені much ол бізде саналмайтын есімдіктерге қолданылады. Uncountable nouns ол бізде саналмайтын есімдікке. Саналмайтын есімдікке саналмайтын затқа қолданылады. Ал енді оров нұсқасына келетін болсақ, бұл мүлдем. Егер сіз оров қоятын болсаңыз, это уже окончательно 0 деген тема, өйткені оров деген сөз жоқ. Немесе оров болады. Немесе Whatsapp болады. Осы екі нұсқаның бірі болмаса, онда Whatsapp деген мүлдем қате, оны тіпті ешқандай жерге қоя алмайсыздар. Ал енді C нұсқасын бізде дұрыс дедік, иә, a number of неліктен. Ең алдымен D нұсқасына көз жүгіртейік салайық. A great deal of бұл бізде саналмайтын зат есімде қолданылғандықтан, students бізде саналатын есімдік болғандықтан, бұны мүлдем қоя алмаймыз. Өйткені students оқушы саналады, бір оқушы, екі оқушы, үш оқушы деп. А енді number of ол прям подходящий, өйткені әрі саналады, әрі қандай да бір есебін береді. Жалпы дұрыс жауап бізде C болады. Деген ойдамын, көшіре беремін. Келесі сұраққа көшейік. When I ran Tessa last week, she said she was busy another day. Бұл жерде негізі не бойынша жалпы түз report speech болып тұрған, сөз сөйлеу сөз бұл айналып қойған report speech болып тұрған сөйлеу сөз
future болып тұрғандықтан біз бастапқы формасы this day болады. Ол this day ол бізде tomorrow болады. Tomorrow ол бізге report кеште өткен кезде that деп өтеді. Оның жеке формасы бар, оны жаттау керексіздер. Міндетті түрде жаттап алыңыздар, өйткені керек болады. Шынымен керек болады. That day деп өзгереді. Tomorrow that day деп өзгереді. Ол жеке сондай правило. Келесі сұраққа көшейік. How long has it been raining? Бұл қаны сұрақтың түрі. Яғни сұрақтың түрін анықтау керексіздер. How long has it been raining? Нұсқаларды талдайық. A нұсқасы the alternative question. Бұл мүлдем сәйкес келмейді. Неліктен? Өйткені alternative question ол бізде уже ол сұрақтың ішінде or деген бір не болу керек, сөз болу керек. Если сұрағыңыздың ішінде осы бір or деген сөз бар болса, демек ол alternative question болады. А енді бізде оны жоқ, демек alternative question болмайды. Мен нұсқасына назар аударайық. The general question. General question ол бізде күнделікті өмірімізде көріп жүрген yes, no деп жауап беретін сұрақтың түрі. Келесі the tag question. The tag question ол бізде яғни айта кетсеңіз alternative ол бізде or, general yes, no деп жауап береді. The tag question ол бізде мысалы қандай бір информация нақтылап, точно нақтылап сұрайды ғой. Сондай нелерді сұрақтар. Special question ол бізде double мысалы what. В общем, осы W әріпіне басталатын әріптер оның ішіне how да кіреді. Сонда бізде special question болады бір түрі. Жауабы бізде совет сөзі деген ойдамын, өте оңай сұрақтардың бірі. Келесі сұраққа көшелік. It probably себебі бұл жерде conditional ғой. Conditional бізде first conditional болады, иә? It probably жалпы дұрысталығы бізде first conditional, үшінші conditionalда ережені ескеретін болсақ, өте оңай. Would, past, present perfect, past, if, would, иә? А енді үшінші conditionalдың грамматикасы білетін адамдарға өте оңай. Жауабы бізде D. Неліктен? Өйткені көрініп тұрғандай бізде бұл үшінші conditional шағында тұр, одан кейін үшінші conditionalда would, одан кейін present perfect деген have, happened. Сонда it probably would never have happened if you would be more careful. Осылай болады. Яғни үшінші conditional. Сіз шаққа қарайсыз. Бұндай жағдайда уже сіз шаққа қарау керек. Если шақта сіз мысалы бірінші conditional, екінші conditional, үшінші conditional, үшінші conditional ажырата білетін болсаңыз, қай conditional тұрған бірден менюға кіреді, сигнал береді, сөйтіп conditional таңдайсыз. Келесі сұраққа көшелік. Менде жаңа формат ақауы болып жатыр. Find the correct tense. We will have returned from the museum by 8 p.m. Сізге дұрыс шақты табу керек. Асылсы болып көрсетіп тұр. Сізге will have returned. Осыға қарап, қай жақта тұрғанын көре біле аласыз. Енді қараңыздар. Will бізде future simple-да болады, future. Have returned уже perfect. Демек, future perfect это уже берген тұрған нәрсе. Have тұрған жерде әрдайым perfect болады. Естеріңізде сақтап алыңыздар. Have тұрған жерде әрдайым perfect болады. Returned тем более соңында андай немесе үшінші шақ деген бітіп тұрса, уже это perfect. Никогда етпеңіздер. Уточнение етейін, have тұрма, тұрма, үшінші шақ тұрма болды. Will тұрма болды. Future perfect.
Жауабы осы. Енді келесі сұраққа көшейік. Second conditional is second conditional. Бізде conditionalды көп келетін сұрақтарда. Жалпы second conditional ол біздің миымыздағы волшебство. Яғни волшебство ол қиял. Сіздің миыңызда болып жатқан қиялдар, imaginary, ол шын өмірде болмайтын нәрселер, сол бізде second conditional болады. Аспаннан бір ақша жауып кетсе, аспаннан тәтті жауып кетсе деген секілді балалардың сондай бір сөздері болады, сол бізде second conditional болады. Демек, бізде жауабы second conditional unreal imaginary situation in the present, future or advice. Қалған варианттарды талқылайық. Real situation likely to happen in the present, future. Бізде B варианты ол бізде first conditional. Ал бізде first conditional. Жаза қойын, просто first жасайын. Ал енді C-ға келейік. General trust of scientific facts. Ол бізде бірінші zero conditional. Ол бізде нақты табиғатта, қоғамда болып жатқан нақты факторды айтатын. Ол бізде zero conditional. Zero. Imaginary situation in the past. Ол уже бізде imaginary situation бола алады. Second conditional болуына болар еді, бірақ неліктен ол бізде second conditional болады? Өйткені second conditional бізде present және future simple болады, және де advice болады. Сондықтан бізде A варианты дұрыс келді, ал D вариантында in the past деп тұр, бұл уже бізде third conditional болады. Түсінікті деген ойдамын. Жеңіл әрі тез түсіндіруге тырысып жатырмын, чтобы сіздерге шатаспамас үшін. Келесі сұрақты талқылайық. Correct conditional. Conditional. Бізде оның сұрақтың жауабы correct conditional. Бұл бізде екінші conditional болады. Future simple және де present simple. Future simple бізде will болады, және де present simple келеді. Одан кейін advice бір жағынан кеңес ретінде айтып қояйық, бұл бізде second conditional болады. Сонда ережеге сүйене отыра will деген болады. You will mix purple. You will get purple if you mix жоқ, бізде дұрыс жауабы D болады. Өйткені бұл жерде мысалы қараңыздар. Сөйлемнің өзіне қарасаңыздар, это уже видно. Если сен фиолетовый түсті аласың, когда нелерді blue көкпен қызылды араластырған кезде деп тұр. Уже момент сіздерге түсінікті болу керек, то что you get purple if you mix blue and red. Бұл жерде уже сөздің реттілігіне қарасаңыздарда өте оңай болады. Қалғандар мысалы you mix purple if you will get blue and red. Ол мүлдем қате. Сіз фиолетовыйды араластырсаңыз көк пен қызыл шығады деген мүлдем қате. If you mix ол да қате. Бастапқы мысалы мына жерге сіздер mix деген сөз қоймау керек, get деген сөз қою керек. Сол жерден сіздер дұрыс жауапты таба аласыздар. Түсінікті болды деген ойдамын. Байқап тұрғандарыңыздар, конечно, өте көп келеді. Conditionalдарды қайталаңыздар, conditionalдарды. Model for prohibition. Жалпы тыйым салу модали екістіктің тыйым салу түрін табыңыз деп тұр ғой. Have to бізде жасау керек, ол кеңес бергенде, advice бергенде, must ол тыйым салмаймыз, наоборот, сен осындай істеуге міндеттісің деп, бір мысалы ережелерге байланысты, осындай бір заңдарға байланысты болса, must міндетті болады. Mustn't бізде тыйым салу жасауға жасамайсың, мүлдем 100% жасамайсың деген мағынада бізде осы must тыйым салу түрінде қолданылады, ал D
should бізде осылай жасасам болады деген advice берген кезде, кеңес берген кезде қолданылатын модальді етістіктердің бірі болып табылады. Демек, біздегі дұрыс жауап ол must. Неліктен? Өйткені бізде тыйым салу ретінде must қолданылады, дұрыс жауапта must болады. Енді келесі сұраққа көшейік. Don't cross the street when the light is red. Сөйлемнің түрін табыңыз дейді. Бізде сөйлемнің түрі ол жауабына келейін. Сіздер тоқтатып қойып, өздеріңіз қарастыра беріңіздер, мен бірде жауабын айтып кетейін түсіндіріп. Бізде жауабы imperative. Неліктен? Өйткені imperative ол бізде бұйрық беру, бұйрық рай дейді ғой, бұйрық беруді, бұйрық беруін қалай біз ажыратамыз? Don't деп тұр бірінші сөзінен, иә. Don't cross деп бұйрық беріп тұр, иә. Содан ақ ажыратуға болады. Бұның imperative осы бұйрық беру сөйлемін екенін содан ақ ажыратуға болады. Don't cross the street when the light is red. Бұйрық беріп қызыл жанып тұрғанда өлем көшеге кетпе деп бұйрық. Affirmative бізде болымды сөйлем, күнделікті немесе сабақта айтып жүрмін, иә. Interrogative бізде сұрау сөйлем, иә. Демек бізде дұрыс жауабы imperative болады, бұйрық беру. Келесі сұраққа көшейік. Келесі сұрақ. Қанша саналатын датасын өте оңай сұрақтардың бірі, өте жеңіл. Қарап тұрсаңыздар өте оңай, иә. Дұрыс жауабы бізде болады. Дұрыс жауабы неліктен? Өйткені sugar, advice, water, одай. Кешіріңіз. Sugar, advice, water үш вариантта бізде саналмайтын зат. Sugar біз шекерді, кәдімгі майда шекерді санай алмаймыз. Advice кеңес санай алмаймыз. Water ол бізде су санай алмаймыз. Бізде саналатын етті кантымынан жалғыз саны candle деген сөз санай аламыз. Қалған үшеуін санай алмаймыз. Біз оған some, much, many, a lot of сондай қолданамыз. Сондықтан біз оны санай алмаймыз. Демек біздің дұрыс жауабымыз не болады? Келесі сұраққа көшейік. Find the sentence with complex object. Сіздер ойлана беріңіздер, мен жауабын айтайын. Еще тоқтатып қойыңыздар. Бір-екі дұрыс жауабы. Жауап бізде B болады, егер. Өйткені жалпы комплекс объект табудың ең оңай жолын айтайын сіздерге. Ол сөйлемнің басы осы subject pronounмен басталу керек. Міндетті түрде. Subject pronounмен басталады. Одан кейін бізде екі етістік болады. Одан кейін сол екі етістіктің ортасында тоже pronoun болады. Ол тәуелдік pronoun болады. Сол арқылы біз комплекс объекті оңай таба аламыз. Осы мен айтқан уақытты қолданыңыздар, сол кезде комплекс объекті оңай жолмен табасыздар. Дұрыс жауабы B. Қалғандарында мысалы комплекс объектке сай келмейді, екі етістік емес. Одан кейін мысалы енді комплекс объект тапқанымыз кезде мысалы сол сияқты а сияқты екі есіктің алып ортасында тұратын пронаунды есімдіктің әртүрлі болады. Соған қарап таба бересіздер. Мысалы бас жағында мысалы пронаунмен бастап тұрған болды. Екі есік тұрған болды. Ортасында есім тұрған болды. Демек ол комплекс объект. Сол арқылы жеңіл жолмен тапсаңыздар болады. Келесі сұраққа көшейік. Антоним to the adjective animal. Animal сөзіне антоним. Антоним ол бізде наоборот мағынасы. Үлкен болса кішкентай, кішкентай болса үлкен. Animal сөзі ол кішкентай деген мағына.
Ал енді қараңыздар, A варианты tiny, ол и так кішкентай, екеуі синоним. Modern бізде заманауи, мүлдем келмейді. Noisy бізде шулы келмейді, large, үлкен. Ал енді үлкен, кішкентай бір-біріне антоним болғандықтан жауабым D болады. This варианты бізде дұрыс. Келесі сұраққа назар аударайық. Find the adverb. Adverb табу керекпіз. Adverb бізде ол істеу. Істеп табу керек. Варианттарға көз жүгіртейік. Quick бізде синоним. Trustful бізде синоним. Perfect бізде синоним. Will бізде adverb. Өте жазу қиын екен. Adverb, яғни дұрыс жауабы бізде C болады. Осымен оқушылар, бізде талқылаудың бірінші бөлімі аяқталды. Міндетті түрде екінші бөлімге қайта оралыңыздар. Екінші бөлім болады. Екінші бөлімде